Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды тағамның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрамдарын дайындап аламыз. Етімізді дәл осындай орташа үлкендікте бөліп аламыз. Мен етімізді бөліп алдық. Енді сәбізімізді де қатты майда емес, орташа етіп бөліп турап аламыз. Енді пиязымызды турап аламыз. Енді дайындап алған картопымызды да осылай етіп тураймыз. Және отымызға табамызды қойып, сұйық майымызды және тоң майымызды саламыз. Ол кішкене қызғанша мен қамырымды жасап аламын. Қамырымызға тұзды су және жұмыртқа қатты қылып илеп аламыз. Тұндыруға қоямыз. Және қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Енді турап алған сәбізімізді, пиязымызды да қосып салып аламыз. Енді томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді картопымызды салып, үстіне кішкене тұз салып, және де суымызды құйып пісіріп аламыз. Бетін жауып пісіреміз. Тұндырылған қамырымызды 3 бөлікке бөліп алдым және осылай етіп жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың болмау керек, орташа әдемі болуы керек. Негізі бұл тамақтың атауы оңтүстік өңірде нан салма деп айтылады, ал менің өз келін болып түскен жерімде қайыс деп айтылады. Өте тойымды тамақтардың бірі. Қамырымызды суға салмастан бұрын кішкене ғана кептіріп аламын қамырды. Сосын барып дайын болған қамырларымызды дәл осылай оқтаудың көмегімен әдемілеп кесіп аламыз. Дайын болып қайнаған суымызға қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Пісу уақыты қамырымыздың 5-10 минут, дайын болған қамырларымызды енді табағымызға салып аламыз. Табағымызға салып алдық, енді подливасын үстіне құйып, әдемілеп салып шығатын боламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды, өте дәмді әрі тойымды. Сіздер қарап жасап көрсеңіздер болады. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолар шығады. Сіздермен болған Жан сұлу.